Сәлем, менің сүйікті оқушыларым, сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз Activity Book, яғни жұмыс кітап дәптерін бірге орындайтын боламыз. Олай болса, Activity Book on page 6, unit 1. Бірінші бөлімді, 6-шы бетті жұмыс кітап дәптерін ашамыз. Ол жерде бізде about the story, exercise 5, read the summary, then find and correct 5 mistakes, яғни 5-ші жаттығуда бізде summary, яғни мәтін берілген, мәтіннің ішінен 5 қатені тауып, дұрыстап жазу керек екенбіз. Оқушылар, мінекей мен үстін сызып қойдым қатенің, сол қателердің қасына дұрыс жауабын жазып қойдым, солай алмастырып жазып қоюға болады. Мысалға, at school сөзінің орнына at home деген сөзді жазамыз, яғни қате. Келесі Liams деген сөздің орнына Jakes деген сөзді жазамыз, қатесін дұрыстап. Келесі playing an instrument деген сөздің орнына juggling деген сөзді қоямыз. Келесі playing chess деген сөздің орнына doing jigsaw puzzle деген сөзді алмастырып жазады екенбіз, оқушылар, және жанында what do you think that happens next, read the story in the people's book again and tick. Яғни 4 ABCD 4 нұсқа берілген, сол нұсқаның біреуі ғана дұрыс, яғни біз кітабымыздан оқып, қайтадан дұрыс нұсқасын белгілеп қой дейді. Бұл жерде бізде D, ең соңғы D нұсқасы дұрыс, сондықтан D нұсқасына белгі қойып кетеді екенбіз, оқушылар. Келесі exercise 6, read the text and circle 8 words with the G sound, then write them in the correct column, listen and check the words. Яғни бұл жерде оқушылар мәтінді оқып, мәтіннің ішінен 8 сөзді, J әрпі дыбысталған 8 сөзді жазып, екіге бөліп жазып шығу керек екенбіз. Мысалға, бірінші George берілген, келесі geography, келесі giant, және келесі gym деген сөз шығады. J әрпінен, келесі G әрпінен, келесі J әрпінен jill, juice, jigsaw puzzle, join деген сөздер. Яғни екі әріп екі түрлі, G және J, бірақ дыбысы бірдей, J деген дыбысты білдіріп тұр. Міне осылай екі бағанаға жазып шығамыз. Келесі exercise 7, use 4 of the words from the table in 6 to write sentence of your own. Яғни, жаңа 6-шы тапсырмада жазған бағанадағы сөздерді қолданып отырып, біз 4 сөйлем құрап жазу керек екенбіз. Мысалға, мен тек қана мысал ретінде жазып кеттім. I every day go to the gym with my friends. Gym сөзін қолдандым. Келесі, my little sister likes drinking juice. Juice сөзін қолдандым. We have 2 geography lessons in a week. Geography сөзін қолдандым, және соңғысы let's join that group. Join сөзін қолдандым. Міне оқушылар, тапсырманы осылай орындаймыз. Енді келесі бетті ашамыз. On page 7, exercise 8, level the pictures, яғни 8-ші тапсырма берілген. Бұл жерде бірінші әріптер берілген, біз сол әріптерді тауып қою керек екенбіз. Олай болса, қарап шығамыз. Бірінші бізде water polo, судың үстіндегі доп, water polo шығады. Екінші суретте қараймыз, бізде archery, яғни садақ ату. Келесі бізде cycling, велосипед тебу, және соңғысы rugby, доппен, қолмен доп ойнау, футбол, яғни ағылшындардың футбол ойыны. Міне осылай 8-ші тапсырманы жазып шығамыз. Келесі exercise 9, complete. Бұл жерде 9-ші тапсырмада толықтыр деген 10 спорт түрін берген, және сол 10 спорт түрін 3-ке бөлеміз. Бірінші individual sports, жеке адам ойнайтын ойын, both деген екеуде, ал келесі team sport, сол командалық ойын, яғни командалық ойын және жеке ойын. Ал ортасында екеуіне де қатысты ойындар жасақ болады. Мысалға, individual sports, жеке адам, жалғыз адам ойнайтын спорт түріне біз archery, садақ ату, fencing, long jump, cycling, яғни ұзындыққа секіру, велосипед тебу деген сияқты ойын түрлерін, спорт түрлерін жаздық. Келесі team спортсқа, командалық спортсқа бізге handball, water polo, rugby,
яғни бұл жерде handball допты қолмен ойнау, ол да командалық ойын. Келесі судың үстінде доп ойнау, ол да бізде командалық ойын, регби де командалық ойын. Ал екеуіне де гимнастик жатады, яғни гимнастика командалық та болады, немесе жеке де ойналады. Келесі figure skating, мәнерлеп сырғанау, командамен де ойнауға болады, немесе жеке ойнауға болады. Міне осылай 9-шы тапсырманы жазып алады екенбіз оқушылар. Келесі exercise 10, read and choose. Оқы және дұрыс нұсқаны таңда дейді. Бірінші бізде беріліп қойыпты, well сөзі be, екінші бізде be болады, beautifully, үшінші бізде a болады, quickly, төртінші бізде b болады, easily, бесінші бізде slow болады, a, және алтыншы бізде b болады, badly. Міне осылай 10-шы тапсырманы орындап шығамыз. Жарайсыңдар оқушылар, барлық тапсырманы бірге орындап шықтық. Түсінбеген сұрақтар болатын болса, астына комментарий қалдырсындар болады. Келесі кездескенше сау болыңдар.